Здравствуйте. Вначале я хотел... Сәлеметсіздер ме? Мен бүгін өзім туралы, яғни мектепте қалай оқығандығым туралы айтып бергім келеді. Мектепте мен кәдімгі оқушы болдым. Жақсы оқысам да сыныптан ерекшеленгім келмеді. Мен барлық үй тапсырмаларын орындап отырдым, бірақ сабақта мен үн қатпадым. Неге? Жауап қарапайым ғана. Мен сыныптың алдында дауыстап жауап беруге қорықтым. Күлкілі, ақылсыз болып көрінуден қорықтым. Өлеңді жатқа сабақтан кейін ғана мұғалімге айтып бере алдым. Ал сахнада сөз сөйлеу мен үшін орындалмас ерлік. Мен неден қорықтым деп сұрайсыздар ғой? Мен бағалаудан қорықтым. Өз қылықтарыма баға беруден қорықтым. Я боялся оценивания своих поступков, своих ответов. Бояркин Олег Астана қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің орыс тілі мен әдебиеті мұғалімі. Қазақстан Республикасы педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттырудың деңгейлі бағдарламасы аясында тренерлерді оқыту курсынан өткен. 3-ші деңгейлі сертификатталған тренер. Сын тұрғысынан бағалау жүйесін мектептерге енгізу мәселесі жөніндегі кеңесші әрі әдіскер. Спустя время, поступив в институт... Уақыт өте келе мен балалармен жұмыс істеу үшін, бағалауға қорықпауға үйрету үшін, баланы өз досым ету үшін институтқа оқуға түстім. Сделать оценку их другом. Но первый год... Бірақ бірінші жылы менің қолымнан әрине ештеңе келмеді. Мен өз балаларымды қалай бағаладым? Қарапайым мысал келтірейін. Балалар салған ақ қаланың суретіне назар аударыңдар. Каждый из них красив по-своему. Но как я оцениваю... Бұл жұмыстарды қалай бағалауға болады? Бірінші ақ қалада келесі бөлшектер жетіспейді. Басында шелек жетіспейді. Бұл жұмысқа қалай баға беруге болады? Бұл суретті салған кім? Бұл Дина. Ол сондай ақылды, сабақта әрқашан талпынады, барлығын уақытында орындайды. Кішкене ғана суреті аяқталмаған. Келесі жолы соңына дейін салып бітіреді. Оған 5 қояйын. Следующий снеговик. Ну, в общем, хороший. Екінші жұмыста жақсы, бірақ көңілсіз ақ қала шықты. Дәулет үздік оқушы емес. 4 қоюға болады деп ойлаймын. Расист, ему хватит 4. Третий снеговик, на удивление... Соңында салған ақ қаланың суреті толық салынған, және барлық бөлшектері сақталған. Мұны салған Арман. Жоқ, ол өзі бұлай сала алмайды. Оған біреу көмектескен көрінеді. Оған 3 деген баға қоямын. Ол өзі 5-ке сала алмайды. Как вы думаете, какое оценивание... Сіз осындай бағалауды дұрыс деп айта аласыз ба? Жоқ. Себебі субъективті бағалау. Мен оқушыларды бағалаған кезде нені басшылық қалдым? Жеке ұнату арқылы ғана. Қажетті бағалау өлшемдері. Чтобы выставить оценки ученикам. Критериалдық бағалау. Бұл үдеріске қатысушылардың барлығына оқушылар, мектеп әкімшілігі, ата-аналар және басқа да заңды өкілдер нақты белгіленген оқушылардың танымдық құзыреттілігін қалыптастыруға ықпал ететін білім берудің мақсаты мен мазмұнына сәйкес критерийлері бар оқушылардың жетістіктерін салыстыруға негізделген үдеріс. Критерий – это самый важный инструмент оценивания. Критерий – бұл бағалаудың ең маңызды құралы. Бұл арқылы белгілі бағыттар бойынша оқушылардың білімін өлшей аламыз. Ең қарапайым мысал келтірейік. Сіздің алдыңызда аяқ киімнің 3 жұбы тұр. Кроссовка, туфли және мокасин. Классическая обувь, классические черные туфли. Это спортивная обувь и это мокасины. Что выберете вы? Что выберет каждый из вас? Ну, наверное, в зависимости от того, какому обувь... Әрқайсысы өз аяқ киім таңдап алады. Неге? Сіз мүмкін кроссовканы таңдайсыз. Себебі спортты жақсы көресіз және салауатты өмір салтын сақтайсыз. Ал сізге классикалық туфли ұнайды. Себебі сіз кеңсе қызметкерсіз және дресс-кодты сақтауға үйреніп қалғансыз. Ал сіз моданы бақылап отырасыз және белгілі стилі бар адамсыз. Сондықтан мокасинді таңдайсыз. Стильно одеваетесь. Каждый из вас, выбирая обувь, әрбіреуіңіз аяқ киімді таңдай отыра белгілі критерийлерді басшылыққа аласыздар. Жайлылық, әсемділік, стилі, бағасы. У всех у вас свои критерии оценивают. Осылай мектепте де оқушыға баға қойған кезде бір бағаны түсінікті әрі қолжетімді болатын белгілі критерийлерді басшылыққа алуға тиіспіз. Критерийлер оқыту міндеттемелерімен анықталады және оқу үрдісіндегі оқушының әртүрлі іс-әрекеті түрлерінің тізбесімен беріледі. Мектепте оқушының білімін бағалаудың 4 критерийін қолданамыз. Білім және түсіністік, қолдану, сын тұрғысынан ойлау және зерттеу, коммуникация және рефлексия.
Білім критерийлері оқушының ереже мен формуланы қаншалықты игеретінін анықтауға көмектеседі. Оны әрі қарай қалай қолданады, одан әрі қандай логикалық операциялар жасайды. Ол есепті шығару кезінде қандай стандартты емес тәсілді қолданады. Коммуникация. Бұл осыны монологтық және диалогтық сөйлеуде қалай бере алатындығы. В нашей школе существует... Біздің мектепте бағалаудың екі түрі бар. Олар сіздерге белгілі. Бұл оқытуды бағалау, ең маңыздысы 90 жарты жылдық және жыл соңына өткізілетін бағалау. Которое мы можем проводить в конце четверти, в конце полугодия, в конце года. Но есть еще... Бірақ тағы да оқытуға арналған бағалау. Формативтік бағалау. Ол біздің бағаларымыздың қателіктерін уақытында байқап, уақытында түзете алуға және бақылау жұмысына дайындала алуына бағытталған. Бағалаудың осы түрі балаларға бағалау қорқынышының алдын алуға ықпал етеді. Формативті ағымдағы бағалау сабақтағы немесе үйдегі күнделікті үдерістегі білім мен дағдыларды меңгерудің ағымдағы деңгейін анықтау. Оқыту үдерісінде оқушы мен мұғалім арасындағы өзара қарым-қатынасты жүзеге асыру. Бұл оқушыларға жаңа материалды меңгерген кезде тапсырмаларды қаншалықты дұрыс орындайтындығын және оқытудың мақсаты мен міндеттеріне қалай жететіндігін түсінуге мүмкіндік береді. Жиынтық бағалау оқу ақпараты немесе оқыту деңгейінің блогын меңгеріп болғаннан кейін білім мен оқу дағдыларының қалыптасу деңгейін анықтайды. Самый простой пример. Формативті және жиынтық бағалаудың ең қарапайым мысалы. Қараңызшы, қалай тәбет тартады. Ол қып-қызыл, қытырлақ, дәмді. Осының бәрін біз көз алдымызға елестете аламыз, дәмін тата аламыз, бағалай аламыз. Біз дайын өнімді көріп тұрмыз, сосын оған жиынтық баға береміз. Суммативную, итоговую цену. А вот те шаги, которые нужно... Нан өндіріп шығару үшін адам қанша талаптанды? Егін егу, оны суару, ұн тарту, қамыр илеу, нан пісіру. Мұның бәрі осындай нан өндіріп шығаруға арналған ең маңызды қадамдар. Бұл қадамдарды бағалауға бола ма? Иә, біз егістіктің жайқалғанын көреміз. Бұл қадамдарды өзгертуге бола ма? Иә, мысалы, нанды басқа пісіретін формаға салуға болады және күйіп кетпеу үшін температурасын азайта аламыз. Мұндай барлық қадамдар маңызды болып табылады. И что-то сделать лучше. Да, можем. Если хлеб у нас пригорел в один раз, в следующий раз мы его поставим в другую форму для запекания, уменьшим температуру, и хлеб получится. То есть вот эти шажочки, самое важное, что есть в нашем оценивании. Формативное оценивание или оценивание для обучения опирается на 4... Формативті бағалау 4 маңызды факторға келіп тіреледі. Біріншіден, бұл күтілетін нәтижелер. Әрбір 90-ның басында мұғалімдер барлығына алдын ала қойылған мақсаттар мен міндеттерді таратып береді. 90 барысында оқушылар осы нәтижелерді сабақ сайын орындап отырады. В течение четверти из урока в урок, из шага в шаг ученики отрабатывают эти результаты. Далее обратная связь. Бұдан әрі оқытуда алға басуды қамтамасыз ететін кері байланыс. Мұғалім әр сабақтан кейін оқушыға түсініктеме беріп отырады. Көтермелеу түрінде болса жақсы. Яғни, осы уақытта сен де бір нәрсе жасап шығардың. Мысалы, сен есепті толық шығармасаң да, бірінші әрекетті орындап шықтың. Например, ты решил первое действие. Пусть ты не решил всю задачу, но хотя бы ты освоил первое действие. Далее, третий немаловажный. Үшінші маңызды шарт оқушыны оқу үрдісіне қатыстыру деңгейі. Оқушыға дайын білім беруге болмайтындығы бұрыннан белгілі. Оны бағыттап отыруға тырысу керек. Яғни оның ары қарай дұрыс жұмыс істеуіне қажетті ақпаратты беру керек. Ол қайта өңделіп, өзгеріп, қосымша бір нәрсе оқып, соңында түпкілікті өнім жасап шығара алуы тиіс. Что-то изменить, почитать что-то дополнительное и создать конечный продукт. Ең соңғы маңызды нәрсе бұл критерийлерді жасап шығару. Әрине, критерийлерді жасап шығару оқушылармен бірге өтуі тиіс. Егер біз дайын критерийлерді берсек, жақсы болар еді. Бірақ та бұл олардан күтілетін нәрсе. Мүмкін олар жұмысты басқаша қабылдайды. Видят по-своему эту работу. Пример суммативного и формативного. Жиынтық және формативті бағалау үшін мысалды менің әдебиет сабақтарымда Ромео мен Джульетта қойылымнан қойылған кезде келтіруге болады. Қойылым бақылау 90-дық жұмысы болды. Бұл жиынтық бағалау. Ал біздің әр кезең бойынша дайындалуымыз бұл формативті бағалау. Готовились из этапа в этап. Это и было наше формативное оценивание. Как оно происходило? Оған біз қалай дайындалдық? Ең алдымен шығарманың мазмұнын білу қажет. Әрі қарай бар білімді қолдану арқылы шығармадағы маңызды эпизодтарды таңдап алу. Сцены. Это был наш первый шаг. После того, как мы выбрали важные сцены, мы стали распределять роли.
Поначалу рөлдерді бөліп бердік, многие девочки- кастинг өткіздік. Кастинг кезінде нені байқадық? Оны балалар байқап қалды. Біреулер толқиды, кейбіреулердің сөйлеу мәнерінде қателік кетті. Біреулер образға төселе алмады. Мы стали проводить кастинг. То есть несколько мальчиков на роль Ромео, несколько девочек на роль Джульетты. И что мы заметили во время кастинга? Причем заметили это дети. Кто-то сильно волнуется, у кого-то речевые ошибки, кто-то не вживается в образ, что самое главное. То есть мы составили критерии. Біз өлшемдер жасадық. Образға төселу, сөйлеу сауаттылығы, мәнерлілік. Осы критерийлер негізінде бұл рөлге кім лайық екендігін таңдадық. Таким образом мы распределили роли. Следующий шаг. После того, Келесі как мы қадам распределили қажетті роли, костюмдерді, декорация, қойылымға музыка таңдап алу. Мен балаларға қойылымға өздерінен бір нәрсе енгізуге мүмкіндік бердім. Олар көріністі қазіргі заманға сай құрғысы келді. Олар сюжетті ауыстырған жоқ, костюмді қазіргі заманға сай етті. Солай бола берсін. Менің міндетім ол емес. Бастысы жұмыс оларды еліктіре түсті. Әр дайындық кезінде біз сыныппен бірге әрбір эпизодты талдадық. Нәтижесінде біздің дайын өнімді бағалаған критерийлер жасалып шығарылды. Каждый эпизод, каждый фрагмент. Что получается, что не получается. В итоге были выработан целый ряд критериев, по которым мы оценивали уже конечный наш продукт, эту постановку. То есть это знание Бұл содержания. мәтін мазмұнын білу, бұл сөйлеу сауаттылығы, сөйлеу мәнері, образға төселу бейімділігі. Бұл ишарат. Топта жұмыс істей алу. Топта қалай жұмыс істей алу икемділігі. Себебі оқушы өз рөлін орындап шығады. Сонымен бітті. Такие случаи, что ученик выйдет, расскажет свою роль, и все. И дальше как бы он непонятно куда-то зашел, в массовке там ходит по классу туда-сюда. И, конечно, наш... Біздің соңғы бағалауымыз жиынтық бағалау, яғни қойылымды қою болды. Біз оны мектепте қойдық, барлық мұғалімдерді шақырдық. Мені қуантқан нәрсе, қойылымнан кейін мұғалімдер оқушыларды орындаған жұмыстары үшін мақтады. Оларды мақтан тұтты. За их работу. Восхищались ими. И я видел блеск глаза. Мен олардың көздерінде от ұшқынын байқап қалдым. Мен олардың маңызды кезеңдерді өз бастарынан кешіргендігін көрдім. Өздеріне баға бердім. Менің әріптестерім және өзім де баға бердім. И мои коллеги оценили. И все их оценили одинаково, все их оценили объективно. Подводя итог своего выступления, я хочу сказать вам о том, что именно критериальное оценивание, суммативное, формативное оценивание... Атап айтқанда критериалдық баға беру ғана оқушыларды үрдіске еліктіреді. Олар өздерін бағалай алады. Олардың бойында қорқыныш сезімі болмайды. Оценить себя. У них исчезает страх оценки. Учитель может контролировать, направлять их путем проверки вот этих формативных работ, путем проверки этих маленьких шагов. Но в итоге, я считаю... Менің оқушыларым бағалау арқылы тіл табысты. Ал сіздер А ваши?